Қайырлы күн, құрметті кітапхана оқырмандары. Аты әлемге мәшһүр жазушы Ілияс Есенберлиннің 110 жылдық мерейтойына орай құрастырылған кішігірім кітап көрмені назарларыңызға ұсынамыз. Қарымды қаламгер, дарынды жазушы, тарихшы Ілияс Есенберлин 1915 жылы 10 қаңтарда Ақмола облысы Атбасар қаласында дүниеге келген. Қазақ әдебиетінде өнімді еңбек еткен жазушылардың бірі Ілияс Есенберлин алғаш ақын ретінде танылып, 1940 жылы алғашқы еңбектері басылым беттеріне жариялана бастады. 1940 жылы Қазақ Тау-кен ісі институтын бітіріп, Жезқазған рудниктерінде инженер болып қызмет атқарды. 1941-45 жылдарға Ұлы Отан соғысының да қатысушысы болды. Ілияс Есенберлиннің шығармаларында көшпенділер трилогиясы негізгі орын алады. Оның тарихи оқиғаларымен, сөзінің шынайылығымен оқырмандардың жүрегінен орын алатын бірден-бір шығармалардың бірі. Алмас қылыш. Екінші бөлімі Жанталас атты роман. Үшінші бөлімі көшпенділер трилогиясының үшінші бөлімі Қаһар атты романмен аяқталады. Сонымен қатар қорымызда Ілияс Есенберлиннің басқа да шығармалары сақталған. Олар ойлар, баяндамалар, күнделіктер, хаттар, скифтер сағымы, алтын қалам, көшпенділер, махаббат мейрамы, қара алтын, сонымен қатар көлеңкеңмен қорғай жүр сынды түрлі шығармалары. Ілияс Есенберлиннің барлық шығармаларымен кітапханамызға келіп, жақынырақ таныса аласыздар. Біз сіздерді өз кітапханамызда күтеміз.